қысқы мезгіл 1989 жылдың желтоқсан айы. Бұл біртүрлі уақыт еді. Кеңес одағы алып әрі мәңгілік сияқты көрінетін жүйе ішінен іріп, ақырын құлап бара жатқан. Ол соғыс алаңында емес, күнделікті тіршіліктің таршылығында, дүкен алдындағы ұзын сонар кезектерде, тиын тебенін санаған қарттардың үмітсіз көзқарасында. Сондай-ақ сол жүйенің қираған іргесінде өз пайдасын ойлап жүргендердің суық мысқылында өшіп бара жатты. Оқиға Сарыққұмдар атты жабық қалада өрбиді. Бұл қала қарапайым карталарда көрсетілмейтін. Мұнда елдің мақтанышы да, әлемді қорқытатын құпиясы да жасалатын. Байытылған уран мен зымыран бөлшектері. Сырт көзге мұнда тәртіп қатаң болу керек еді. Бірақ жемқорлық бұл қорғанды да ішінен шіртіп жіберген. Қалада екі түрлі өмір сүрді. Бірінші, әлем сұр түсті 5 қабатты үйлер, таңғы 6-дағы зауыт табыла. Адамдар лық толған автобустарға жабысып жүрген күйбең тіршілік. Бұл қарапайым еңбек адамдарының өмірі. Жұмысшылар, инженерлер, мұғалімдер. Екінші әлем Бозқарағай атты саяжай аумағы. Биік қоршаулардың ар жағында кірпіштен салынған сәнді үйлерде билік пен байлық иелері өмір сүрді. Ол жерде олдырық пен қымбат тағамдар, шетелдік техника, сән салтанат болды. Сол жерде өскен балалар бұл қаланың бәрі өздеріне тиесілі деп сенетін. Құрметті көрермен, арна үшін қиын кезең басталды. Белсенділік төмендеп кетті. Егер қолдау көрсетпесеңіздер, ары қарай жалғастыру қиын болады. Лайк пен пікір қалдыру арқылы қолдасаңыздар, үлкен көмек. Әдетте бұл екі әлем бір-бірімен араласпайтын. Бірақ кейде олар түйіседі. Сонда жарылыс болады. Бұл оқиғада жарылыс болмады. Бірақ кемірдің адам денесіне соғылған үнсіз соққысы мен тежегіштің ащы дыбысы болды. Бұл адамды қорғауға тиіс жүйенің қалайша оны жоятын құралға айналған туралы оқиға. Және сол жүйенің кішкентай бір тетігі бұзылғанда не болатыны туралы. Басты кейіпкер Талғатбек. Жасы 54-те. Көшеде кездестірсеңіз, көзге түсе қоймайтын қарапайым адам. Ескі тон, қоян терісінен тігілген бас киім, әжім басқан жүз, ауыр көз қарас. Бірақ зауытта оны бәрі танитын. Ол нағыз шебер дәнекерлеуші, жоғары санатты маман, ең жауапты жұмыстарға жіберілетін. Ол темірді жай ғана өңдемейтін, оны сезетін. Болаттың қызғанда қалай өзгеретінін, қай жерде әлсіздік пайда болатынын алдын ала білетін. Оның қолдары қажалған, күйген, бірақ дәлдігі зергердей. Оған реактор бөлшектерін сеніп тапсыратын. Оның бір қателігі бүкіл қалаға қауіп төндіруі мүмкін еді. Бірақ ол ешқашан қателеспеді. Өмірі қарапайым еді. Таңғы 5:30-да тұру, жаттығу, таңғы ас, жұмыс, кешке үй. 5 жыл бұрын бәрі өзгерді. Жұбайы қайтыс болды. Аурудан жарты жылда көз жұмды. Ол жалғыз қалды. Қасында қызы Мәдина. Мәдина 20 жаста еді. Медицинада оқитын, мейірімді, жарқын қыз. Әкесінің өміріндегі жалғыз жарық. Әкесі ол үшін бәріне дайын еді. Демалыс күндері қосымша жұмыс істейтін. Ақша табу қиын еді. Жақында ол қызына қымбат тон алып берді. Өзінің 2 айлық табысына. Әке, неге алдыңыз, деді қызы. Дәрігер әрқашан жинақы көріну керек, деді ол. Ол бұл том қызының соңғы киімі болатынын білмеді. 12 желтоқсан, сейсенбі кеші. Қаладағы ең танымал мейрамхана шулап тұрды. Ішінде түтін, музыка, көңіл көтеру. Сахна алдында 5 адам отырды. Ортасында сәнді киінген жас жігіт. Аты Арсенбек. Ол ықпалды адамның баласы еді. Қаладағы барлық мәселені шешетін тұлғаның ұлы. Арсенбек өз орнын жақсы білетін. Ол өзін
осы қаланың қожасындай сезінді. Ол жұмыс істемейтін, бірақ ақшасы бар еді. Көлік, мейрамхана, ойын-сауық, өмір сол. Жүргізуді доғарсаң қайтеді, деді досы. Маған ешкім ештеңе істей алмайды, деп күлді ол. Олар сыртқа шықты. Суық түн. Арсенбек қара түсті көлігіне отырды. Бұл көлік сол кездегі кез келген адамның арманы еді. Бұл көлікті адамдар жылдар бойы күтіп, кезекте тұрған. Ал Арсенбекке ол 20 жасқа толғанда дайын күйінде берілді. Ол рөлге отырып, магнитофонға кассета салды. Салонды нәзік әуен толтырды. Кеттік, деп айқайлады ол, газды барынша басып. Көлік орнынан атып шығып, мұзды жолда артқы бөлігі тайып кетті. Сон сәтте Мәдина ауруханадағы кезекшіліктен қайтып келе жатқан. Ол жарақат бөлімінде медберге болып қосымша жұмыс істейтін. Бүгінгі ауысым ауыр өтті. Өндірістегі апаттан кейін көптеген жарақат алған адамдар түсті. Қан, айқай, ауыр көріністер. Ол қатты шаршаған еді. 4-ші бағыттағы автобус 40 минуттан бері келмеді. Аяз күшейіп, ауа температурасы -22 градусқа түскен. Мәдина жолды қысқартуды ойлады. Үлкен көшеден өтіп, ауламен жүрсе, үйге тез жетеді. Әкесі қазір шәйнек қойып, күтіп отырған болар. Көше бос еді. Шамдар күңгірт сары жарық шашып, жолдың көп бөлігі қараңғыда қалды. Қар ірі-ірі ұлпалармен түсіп, айналаны тыныштыққа бөлеп тұрды. Ол жаяу жүргіншілер өткеліне келді. Сол жағына қарады, ешкім жоқ. Оң жағына қарады, тыныш. Ол жолға қадам басты. Сол сәтте қара көлік бұрылыстан сағатына 90 шақырымға жуық жылдамдықпен атып шықты. Арсенбек артқа бұрылып, артқы орындықтағы қыздарға бірдеңе айтып күліп отырған. Ол жаяу жүргіншіні тым кеш байқады. Мәдина тек басын бұрып үлгерді. Көліктің жарығы көзін шағып өтті. Соққы ауыр әрі қорқынышты болды. Қыздың денесі ауаға ұшып, капоттан асып, алдыңғы әйнекке соғылып, бірнеше метрге ұшып барып, жол жиегіне құлады. Кезегіштің шыңғырған дыбысы түн тыныштығын қақ жарды. Көлік тайып, жолдың ортасына көлденең тоқтап, қозғалтқышы өшіп қалды. Музыка да бірден тынды. Бірнеше сәт үнсіздік орнады. Сосын жүргізуші есік ашылды. Арсенбек көліктен түсіп, кеңседіп алға жүрді. Алдыңғы бөлігіне қарады. Фара сынған, кемір майысқан. Қап, деп тістенді ол. Әкем өлтіреді. Көліктен оның досымен бір қыз түсті. Қыз қар үстінде жатқан денені көріп, аузын жауып, жылап жіберді. Арсенбек Мәдинаға жақындады. Қыз қозғалыссыз жатыр еді. Ашық түсті тоны қан мен кірге боялған. Тіріме, деді досы дірілдеп. Арсенбек аяғымен түртіп көрді. Өлі, деді салқын дауыспен. Өзі кінәлі. Жедел жәрдем шақырайық, деді қыз. Арсенбектің көзі ашуға толды. Қандай жедел жәрдем? Мені қаматқың келе ме? Кез көлікке отыр. Біз оны тастай алмаймыз. Мен айттым ғой, деп айқайлады ол. Ол досының жағасынан ұстап, ештеңе болған жоқ. Біз басқа жолмен жүргенбіз. Егер біреу сөйлесе, жаман болады. Түсіндің бе? Олар көлікке отырды. Қозғалтқыш 3-ші ретте ғана іске қосылды. Көлік бұрылып, қараңғылыққа сіңіп кетті. Ал қар үстінде жалғыз қалған Мәдина жатты. Қар оның жүзін баяу жауып бара жатты, бірақ бәрін көрген адам болды. Қарсы үйдің 1-ші қабатындағы дәріхананың түнгі күзетшісі Айсәуле апа сыртқа шыққан еді. Ол бәрін көрді. Қара көлікті, нөмірін, жүргізушінің әрекетін. Көлік кеткен бойда ол жақын жердегі байланыс орнына жүгірді. Тергеу тобы 20 минуттан кейін келді. Дәрігер тек басын шайқады. Өлім бірден болған. Ауыр жарақаттар. Қыздың қалтасынан студенттік куәлік табылды. Таңғы 4-те Талғатбектің үйіне келіп, есігін қақты. Ол ұйықтамаған еді. Іші бір жамандықты сезген. Есікті ашқанда бәрін түсінді. Ол айқайлаған жоқ. Жай ғана қабырғаға сүйеніп отырып, жүзін қолмен жауып қалды. Іс жас тергеуші Әлихан тапсырылды. Әділдікке сенетін жігіт еді. Таң атпай бәрі анықталды. Көлік анықталды, деді ол басшысына. Қара түсті көлік, нөмірі белгілі. Иесі Арсенбек. Көлік гараждан табылды. Зақым бар, қан іздері байқалады. Ұстауға рұқсат сұрайым, деді ол.
Башысы ауыр күрсінді. Отыр Әлихан, сен жақсысың, бірақ әлі аңғалсың. Бұл кімнің баласы екенін білесің бе? Заң бәріне бірдей, деді ол. Башысы жымиды. Бұл істі ұмыт. Жоғары жақтан бұйрық бар. Қыз жолды рұқсат етілмеген жерден кесіп өтті. Кенеттен шығып қалған. Жол мұз еді. Жүргізуші көлікті тоқтатуға техникалық мүмкіндікке ие болмаған. Бірақ куәгер олардың мас болғанын көрген, көліктен түсіп қарап жүргенін айтқан, деді Әлихан. Куәгер кәрі әйел, көзі нашар, санасы да әлсіреген, қателесуі мүмкін. Ал жүргізуші күйзеліс жағдайында болған. Сондықтан кетіп қалған деп жауап берілді. Қорқып кеткен. Жас жігіт, алдында бүкіл өмірі бар. Бір сәттік оқиға үшін тағдырын неге бұзу керек? Әлихан орнынан атып тұрды. Бұл әділетсіздік. Мен баяндама жазамын. Басшысы оған суық көзбен қарады. Жас, бірақ бірден жұмыстан кету туралы да жас. Бұл қалада бұдан кейін саған ешкім жұмыс бермейді. Тіпті аула тазалаушы да бола алмайсың. Отбасың бар, бала шағаң бар. Оларды ойла. Іс 3 күнде жабылды. Сараптама жүргізушінің қанынан ішімдік ізін таппады. Себебі талдау 2 күннен кейін алынған. Оқиға сызбасы өзгертілді. Кежелі өзі жоғалып кетті. Соққы болған орын жаяу өткелден алыс етіп көрсетілді. Куәгер Айсәуле апаға белгісіз адамдар барған. Сол кездесуден кейін оның қан қысымы көтеріліп, ауыр халге түсті. Сөйлей алмай қалды. 1 аптадан кейін Әлихан Талғатбекті шақырды. Ол оның көзіне қарай алмады. Іс жабылды, деді ол. Қылмыс құрамы анықталмады. Қызыңыз жол ережесін бұзған. Жүргізуші кінәсіз. Талғатбек тік отырды. Жүзі сұр тартып кеткен. Ал оны тастап кеткені ше, деді ол, жай ғана. Қауіпті жағдайда қалдыру туралы бап бар. Бірақ дәлелдеу қиын. Ол көмек іздеуге кеткенін айтты. Жағдайы ауыр болған. Жағдайы ауыр деп қайталады Талғатбек. Сонда ол кінәсіз бе? Заң бойынша, иә. Талғатбек орнынан тұрды. Оның түрі суық әрі қорқынышты еді. Қай заң, деді ол қарлап. Кімнің заңы? Әлихан үндемеді. Ол өзін алғаш рет әділет сақтаушы емес, қылмысқа үнсіз қатысушыдай сезінді. Талғатбек қағазды алып бүктеп, қалтасына салды. Түсіндім, деді ол. Еңбегіңізге рахмет. Ол кабинеттен шықты. Сыртта қар жауып тұрды. Қала мерекеге дайындалып жатқан. Дүкендерде шамдар ілініп, адамдар шырша тасып жүр. Талғатбек жаяу келе жатты. Суықты сезбеді. Ішінде бәрі күйіп кеткен. Тек суық, қара бос кеңістік қалған. Бірақ бос кеңістік ұзақ тұрмайды. Оны бір нәрсемен толтыру керек. Талғатбек оны немен толтыратынын білді. Нағыз әділетпен. Сатылатын емес. Жоғардан бір қоңыраумен өзгеретін емес. Темірдей әділетпен. Ол құрал жабдық сататын дүкенге кірді. 2 баллон сатып алды. Бірі оттегі, екіншісі бос. Сатушы: жаңа жұмыс шықты ма, деп сұрады. Талғатбек оған ауыр көзқараспен қарады. Иә, үлкен жұмыс. Өте маңызды. Мәңгілікке жасалуы керек. 1 апта өтті. Қалада мерекелік қарбалас. Адамдар азық-түлік алып дастарханға дайындалып жатыр. Ал Талғатбек үшін уақыт тоқтаған. Үйінде айналар қара матамен жабылған. Үнсіздік. Ол қызын анасының жанына жерледі. Жерлеуге көп адам келді. Барлығы жылады. Ал Талғатбек бір тамшы жас шығармады. Жас су. Ал оған болат болу керек еді. Желтоқсанның 20-сы. Ол жұмысқа шығуы керек еді. Бірақ алдымен мейрамханаға кірді. Еске алу асын алып кету үшін. Кешкі 7 шамасында кірді. Тағдыр кейде қатал болады. Дәл сол жерде, сол үстелде, сол компания отыр екен. Арсенбек, оның достары. Олар емтиханды атап өтіп жатыр. Үстел толған тағам. Талғатбек есікте тоқтап қалды. Ол оны бірден таныды. Сол жүз.
сол адам. Арсенбек күліп отырды. Бірдеңе айтып қолымен ымдап, сосын ол ауыр, ысымдайтын көзқарасты сезді. Бұрылды. Көздері түйісті. Зал ішінде әуен ойнап тұрды. Бірақ Талғатбек үшін дыбыс жоғалды. Арсенбек оны таныды. Бір сәт, қалыпты адам не істер еді? Ұялар еді, кетіп қалар еді. Бірақ ол басқаша әрекет етті. Ол мас еді. Билікке де, жазасыздыққа да мас еді. Ол мысқылмен жымиды, көз қысты. Қолындағы стаканын көтерді. Еш дыбыссыз ернімен сыбырлады. Әке, саған. Талғатбек оның жүзіне ұзақ қарады. Сол сәтте ол бір нәрсені анық түсінді. Бұл адам емес. Бұл ақау. Құйма кезінде кеткен жарамсыз бөлшек. Зауытта мұндай бөлшектерді сақтамайды. Оларды қайта балқытуға жібереді. Өйткені бір ақау бүкіл жүйені құртады. Талғатбек баяу бұрылып мейрамханадан шықты. Көшеде жүрді. Ешкімді байқамады. Оның ішінде енді қайғы жоқ еді. Кек жоспар болды. Нақты, суық, есептелген жоспар. Ақауды жою процесінің жоспары. Талғатбек кісі өлтіруші емес еді. Ол шебер. Және бұл іске де зауыттағыдай қарады. Бірінші кезең – бақылау. Қаланы жақсы білетін, сыбыс тез тарайды. Көрші баладан білді. Әлгі байдың балалары қаланың шетіндегі гараждарда жиналады екен. Олардың орны Қарадөң белгісі атты гараж аймағы. Талғатбек 2 кеш сол жерді бақылап тұрды. Барлығы рас. 118 орын. Қос кірпіштен салынған жылы ұсталған. Түтін шығатын құбырдан түтін шығып тұр. Музыка қатты. Олар әр жұма сенбі сол жерде жиналады. Ішеді, күледі, түнейді. Екінші кезең – талдау. Талғатбек бос кезде гаражды қарап шықты. Қабырғасы қалың кірпіш, төбесі бетон, ішінде пеш бар. Желдету 2 жерден, бір құбыр, бір тор. Егер бәрін жауып тастаса, ішіндегі ауа тез таусылады, ал пеш жұмыс істеп тұрса, одан да жылдам. 1 сағатқа жетпейді. Шешім дайын болды. Электр құралдарын қолдану қауіпті, ал газ құралдары ыңғайлы, тыныш. Оның өз жабдықтары бар еді. Барлығын тексерді, дайындады. Жұма. Желтоқсанның 22 күні. Ем ұзақ түн. Қар қатты жауып тұрды. Көріну нашар. Бұл оған тиімдеді. Ол жұмыс киімін киді. Жабдықтарды шанаға салып, үстін жапты. Қарапайым жүк сияқты көрінді. Ол баяу жүрді. Ешкім мән бермеді. Гаражға жетті. Тыныштық. Тек желдің үні мен алыстан естілген музыка. Ол тоқтады, тыңдады. Шу бізге көмектеседі деді сыбырлап. Ол артқы жаққа өтті. Құбырдан түтін шығып тұр. Пеш жанып тұр. Ол алдын ала дайындаған тығынды алып, құбырға күшпен тығып жіберді. Түтін тоқтады. Сосын темір тақтайды қойып, жалынмен бекітті. Желдету жабылды. Енді түтін сыртқа шықпайды. Бірақ бұл жеткіліксіз еді. Ішіндегі адамдар есікті ашуы мүмкін. Сондықтан келесі қадам қажет. Ол басты есікке жақындады. Музыка қатты, күлкі, айқай. Олар ештеңеден бейхабар. Талғатбек шлангтарды созып, құралдарын ыңғайлады. Барлығы дайын еді. Талғатбек жанарғыны қолына алып, қақпаға жақындады. Іштен біреу тост айтып жатыр екен. Бәрі бізде болсын, бірақ бізге ештеңе болмасын. Иә, деп бірнеше дауыс қосылды. Талғатбек дәнекерлеу маскасын түсірді. Алдымен кіші есік. Бұл ең тез шығатын жол. Ол ілмектерден бастап жұмысқа кірісті. Жалын қатты. Металл еріп, жұмсара бастады. Темір май сияқты балқып, бір-біріне жабысты. Ол есікті жақтаумен тұтас қылып бекітті. Балқыған металл төмен ағып, тегіс-тегіс болып қатты. Иісі шықты. Күйген темірдің иісі. Бірақ мұндай дыбыс пен иіс гараж маңында қалыпты нәрсе. Іште әуен ойнап тұр. Ешкім ештеңе байқамады. Талғатбек тік-тігісті бітірді, кейін көлденеңін. Кіші есік енді ашылмайтын болды. Келесі негізгі қақпа. Ол айналдыра толық бекіте бастады.
Төменнен жоғары, солдан оңға. Әр тігіс мақта дәл. Ол зауыттағыдай сабырмен жұмыс істеді. Іште олар әлі көңіл көтеріп жатты. Өздері үшін қазылған тұзақтап отырғандарын білмеді. Түнгі сағат 2-ден асқан. Іште ыстық күшейіп кетті. Пеш қызып тұр. Бір түрлі иіс шығып тұр деді бір қыз. Пешке дымқыл отын салған шығар деп жауап берді Арсенбек. Бірақ ауа ауырлай бастады. Көз ашыта бастады. Тыныс алу қиын. Есікті ашайық деді біреу. Арсенбек орнынан тұрды. Үнемі бір нәрсе ұнамайды сендерге. Ол есікке келіп, ішкі бекіткішті ашты. Иығымен итерді. Есік қозғалмады. Қаттырақ итерді. Бәрібір ашылмады. Бұл не өз деді ол. Тағы ұрды. Еш нәтиже жоқ. Көмектес деді ол. Екеуі бірге итерді. Есік қозғалмады. Бұл қалыпты емес еді. Ей, кім бар деп айқайлады ол. Олар есік тұра бастады. Сыртта Талғатбек соңғы тігісті бітіріп жатқан. Ол құралын сөндірді. Іште музыка тоқтады. Әзіл жеткілікті, ашындар деді біреу. Дауыс тұншығып естілді. Талғатбек қақпаға жақындады. Әзіл бітті деді ол анық. Іште бәрі тына қалды. Сен кімсің? Мен шебермін. Ақауды түзетуге келдім. Не сандырақ? Аш есікті. Жарты сағаттан кейін ауа бітеді. Іште дүрбелең басталды. Айқай, соққы. Темірге соғылған дыбыстар. Қақпа дірілдет, бірақ ашылмады. Шығармызшы, ақша береміз. Қанша керек? Қалағанды береміз. Талғатбек кемек тұтатты. Өмірдің бағасы жоқ деді жай ғана. Ал сендер оны кегін алдыңдар. Іштен дауыс шықты. Кешір, мен қаламадым. Кеш. Арсенбек айғайлай бастады. Сындырыңдар! Олар бар күшімен соқты. Бірақ еш нәтиже жоқ. Талғатбек бір жерден кішкентай тесік көрді. Сол жерге жалынды бағыттады. Керең тыныстандар. Іштен біреу қуанып айғайлады. Ауа! Бәрі сол жерге ұмтылды. Бірақ бір сәттен кейін Талғатбек оны да жауып тастады. Үміт сол жерде сөнді. Айқай жөтелге айналды. Күштері азайды. Соққылар бәсеңдеді. Ана! Біреу сыбырлады. Содан кейін тыныштық. Талғатбек біраз күтті. Қақпаға құлағын қойды. Еш дыбыс жоқ. Жаның жай тапсын қызым деді ол. Ол құралдарын жинады. Шанасына салып, келгендей тыныш кетіп қалды. Түн оны жұтып қойды. Жексенбі кеші. Дабыл бірден көтерілген жоқ. Байлардың балалары кейде жоғалып кететін. Бірақ Арсенбек түске дейін келмеген соң, алаңдаушылық басталды. Іздеу басталды. Соңында гаражға келді. Қақпа жабық. Іште жарық жоқ. Балам деп айғайлады анасы. Тыныштық. Әкесі, аш деді. Жүргізуші темірмен қақпаны ашуға тырысты. Әкесі асығып келді. Бірақ жүргізуші шам жағып қарағанда бірден түсінді. Мұнда бәрі дәнекерленіп тасталған. Қалайша? Кім істеген? Жедел қызмет шақырылды. Көп ұзамай газбен кесетін құралдары бар арнайы топ келді. Адамдар жинала бастады. Барлығы бір жамандықты сезді. Ауа ауыр еді. Қорқыныш сезіліп тұрды. Ақпаны кесу басталды. Ұшқын жан жаққа шашырады. 3 сағат бойы темірді кесті. Соңында қақпа құлап түсті. Іштен ауыр иіс шықты. Қараңғыны жарықпен ашқанда бір милиция қызметкері шегініп кетті. Ата-аналарды жібермеңдер. Бірақ кеш еді. Анасы ішке жүгіріп кірді. Оның айғайы айналаны түтіргентті. Іште олар үйіліп жатқан. Жүздері көгерген, қорқыныш пен тұншығудың іздері анық көрінді. Көпшілігінің тырнақтары жұлынған, қабырғаларда қан іздері. Олар соңына дейін шығуға тырысқан, бірақ мүмкін болмады. Сарапшы, барлығы бір тәуліктей бұрын қайтыс болған деді. Себебі ауа жетіспеуімен улану. Бірақ тергеушілерді басқа нәрсе таңғалдырды. Қақпадағы дәнекер, таза, мінсіз. Бұл жай жұмыс емес деді бірі. Бұл шеберлік. Мұндайды тек нағыз маман істейді. Іздеу басталды.
Қалада мұндай деңгейдегі шеберлер аз еді. 4 ғана. 3-інің қатысы жоқ. 4-шісі Талғатбек. Қаза болған қыздың әкесі. Барлығы бірден түсінікті болды. Түнде оның үйіне келді. Есік ашық еді. Ол ас үйде отырды. Алдында шай. Құжаттары жиналған. Өзі таза, жинақы. Ол қарсылық көрсеткен жоқ. Дайынмын деді жай ғана. Оның жүзінде қорқыныш жоқ еді. Кек шаршау. Жұмысын аяқтаған адамның шаршауы. Үйінен барлық дәлел табылды. Тергеу ұзаққа созылған жоқ. Ол ештеңені жасырмады. Олардың өлетінін білдіңіз бе деп сұрады. Ауа бітетінін білдім деді ол. Бұл заңдылық. Сіз оларды өлтіргіңіз келді ме? Мен кепе-теңдікті қалпына келтірдім. Сот басталды. Зал толы адам. Бір жақта билік өкілдері, екінші жақта қарапайым халық. Соңғы сөз берілді. Барлығы оның кешірім сұрайтынын күтті, бірақ ол басқаша сөйледі. Мен кешірім сұрамаймын деді ол. Мен не істегенімді білдім. Ол бір сәт үнсіз қалды. Бұл жерде көп нәрсе айтылды, бірақ шындық қарапайым. Олар бала емес еді. Олар жауапсыздықтың жемісі еді. Ол қарсы жаққа қарады. Сіз ұлыңызға заңды аяққа таптауды үйреттіңіз. Адам өмірін бағаламауды үйреттіңіз. Мен оларды өлтірген жоқпын. Мен тек оларды жалғыз қалдырдым. Өз ар-ұжданымен. Ал ішінде ештеңе болмады. Сондықтан олар тұншығып өлді. Залда шу көтерілді. Бірақ ол тыныш тұрды. Мен үкімімді орындадым. Енді сіздердің кезектеріңіз. Сот шешімі шықты. Ең ауыр жаза. Залда екі түрлі реакция болды. Байлар қуанды. Қарапайым халық үнсіз қалды. Көпшілігі басын төмен түсірді. Талғатбек кешірім сұраудан бас тартты. Қызымды қорғай алмаған жүйеден өмір сұрамаймын деді. Бірнеше айдан кейін таңертең ерте оны алып кетті. Соңғы тілегіңіз бар ма деп сұрады. Иә деді ол. Артымнан есікті мықтап жабыңдар. Оқ атылды. Бәрі аяқталды. Жылдар өтті. Жүйе өзгерді. Бірақ әділет өзгермеді. Біреулер байыды, біреулер ұмытылды. Ал сол гараж әлі тұр. Ешкім сатып алмайды. Қабырғасында күйе іздері қалған. Қарт шеберлер кейде айтады. Кемірді Талғатбек сияқты дәнекерлеу керек. Мәңгілікке. Ал бір жерде Талғатбек қызы Мәдинамен қайта қауышқан шығар. Тыныш жерде. Әділет бар жерде.